Жатқан Аллаға дуа қылған өте жағат. Өзгөчө Рамазан айдағы дуа жағат. Рамазан айдағы дуа жаратқан Алла Субханаху ва Тааля періштелерге сыймықтана тұрған дуа. Қабыл бола тұрған дуа, ешіктер ашылған дуа. Дуалардың ешігі бар açılған. Жақшылықтардың ешігі бар açылған. Ошон үчүн бизден bir талап эле. Шектенбей, қабыл болуға толық үміт қылып дуа қылайын. Уд'уллах ва антум муқинун бил ижаба. Сіздер дуа қылғыла Алла Тааладан қабыл болусуна толық ишениптер. Яқин менен дуа қылғыла. Шек менен дуа болбойт. Даже ушуга чейин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, тыйуу салган. Аллахумма гфирли ин ши'та. Я Алла, мени кечирип кой эгерде кааласаң деп. Бул дуа эмес бул. Мынандай дуа. Я Алла, кечир. Я Алла, кечир. Кааласаң кечир, каалабасаң кечирбейле кой. Бул дуа эмес бул. Бундайдан тыйуу салынган. Кааласаң бер, каалабасаң бербейле кой. Андай жок дуа. Дуа деген кескин түрдө. Чечкин түрдө айтылат дуаны. Неде айтат? Я Алла, биз бендебиз. Дуанын максаты ушу, бенде өзүнүн муктаждыгын Аллага көрсөтөт. Антумул фуқара валлахул гани. Я айюхаллазина аману антумул фуқара. Эй имандылар, силер баарыңар муктажсыңар. Ар бирибиз дем алганда, демди чыгарганда муктажбыз. Алкымдан киргенде суунанбы чыкканда муктажбыз. Жүрөгүбүздүн ар бир соккону Аллага муктаж болуп турат. Туган, биз Аллага муктажсыз каяка барабыз? Аллаху самат, муктажсыз зат өзү гана. Ошон үчүн бир дуада адам баласы пенде өзүнүн муктаждыгын Алла Субханаху ва Тааляга көрсөтөт. Албетте дуа момундардын куралы деген. Момундардын куралы чыныгы дуа, алхамдулилlah, дуа менен иш бүткөн. Бардык пайгамбарлар дуа менен ишин бүтүргөн. Муса